Сәлем достар, бүгінгі видеода лимфа жүйесі туралы айтатын боламыз. Лимфа жүйесі бүкіл ағзаға таралған жүрек қан тамыр жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Ол бірнеше қызмет атқарады. Күн сайын қаннан дененің тіндеріне сұйықтықтың көп мөлшері түседі. Лимфа жүйесі осы сұйықтықты жинап, тіндердің ісінуін болдырмайды. Лимфа деп аталатын сұйықтық лимфа тамырлары бойымен бір бағытта айналады. Лимфа қозғалысында ол лимфа түйіндері арқылы өтеді. Бұл түйіндерде инфекциялық агенттерді жою үшін лимфаны сүзетін көптеген жасушалар бар. Лимфа тазартылғаннан кейін бұған асты венасы арқылы қан айналым жүйесіне оралады. Күн сайын лимфа жүйесі 3 литрге жоқ лимфаны тазартып, сонымен қоса әртүрлі резорбция, дренаждық, тосқауылдық, тағы да басқа қызметтерді атқарады.